бизнеске қанша уақыт салатынына байланысты. Тіпті осы кезеңде сіздің табысыңыз айтарлықтай жоғары болуы мүмкін. Сіз зымыран жылдамдығымен бизнесті іске қоссаңыз, жылдамдық үшін компаниядан сыйлық аласыз. Да, и следующая ступень – это бизнес-тим 2500 баллов. Давай я попробую о ней рассказать. На этой ступени доход нашего партнера составляет около 90 тысяч тенге. И каждый новичок за скорость своего бизнеса получает свои любимые продукты от компании Celebrate Wellness на сумму 50 тысяч тенге. И, конечно же, самый главный вопрос. Арсений, а как выйти на эту ступень? Бұл туралы бізге осы деңгейге өз еңбегімен жеткен серіктестігіміз айтады. Қарсы аламыз ба? Дайынсыздар ма? Қарсы аламыз ба? Қарсы алыңыздар. Жаңа бизнес-тим 2 жары педагог-психолог. Екі баланың анасымын. Осы компанияға келмес бұрын мен басқа сетевой компанияда жұмыс жасадым. Ол жерде мен айлық почти алған жоқпын, табыс тапқан жоқпын, мүлде. Бір жылда жұмыс жасадым. Көтерілмедім, жұмыс жасайтын инструмент болған жоқ, ескі методикамен жұмыс жасадым. Мен ойладым, мен өмір бойы мектепте жұмыс жасадым. Декретте отырмын, мүмкін мен желімен жұмыс жасауды білмейтін шығармын дедім. Сөйтіп онлайн мектепке жазылып, сол жерде мен өзімнің любимый наставнигім Ақбота ханыммен таныстым. Уақыт өте келе біз осы онлайн оқып бітірді. Уақыт өтті, ол кісіні мен өзім іздеп таптым. Жағдай сұрастым. Мен айтып, Ақбота ханым, сіз немен айналысып жүрсіз дедім. Мен профессия 21 века деген жобада жұмыс жасап жүрмін. Сіз не істеп жүрсіз? Мен айттым, сол бәрі сетевойда көтерілетін возможно отырған жоқ, ақшамның қалқанына шығып жатыр. Командаға адам шақырам, кейбіреулері қиындер. Бізде деді адам шақырмай-ақ күнделікті әрекетіңді жасайтын жүйе бар деді. Тем более қазір бізде марафон өтіп жатыр, соны қатысып көресіз ба деді. Все хорошо. Ойланған жоқпын, қатты ойланған жоқпын. 14 июнь 2020 жылы осы компанияға бизнес-партнер болып тіркелдім. Тіркелімді бұл кісіге айтты, мен қазір декреттен 1,5 ай уақытым бар, тамызда мен жұмысқа қайтып шығып кетіп, давайте не істейді, соны бәрін істейді дедім. Сөйтіп күнімен түнімен бізге еще сабақтар орысша беріледі, біз соны үшін қазақшаға аударып істейтінбіз. Сөйтіп күнімен түнімен жұмыс жасағандағы айлығымыз біздің 6750 теңге алды. Қуандым соған. Мына бірінші айдан бастап табыстауға болады деп ойлаймын. Ана компанияда мен бір жыл жұмыс жасап 13 мың теңге алғанына мәз болғам. Сөйтіп тамыз айында мен жұмысқа шықтым. 2 жұмысты бірге алып жүрдім. Ол жерде мен элитный мектепте жұмыс жасадым. Элитный мектепте бізде өзіңді прямой эфирге шығаруға болмайды, статусқа өзіңді көрсетуге болмайды. Бізге екінші жұмыс жасауға болмайды. Это как бы позор дейсіз. Нельзя деп запрет қойды. Хорошо. Сөйтіп тығылып қашып жүріп берген тапсырманы 2 жақта жұмыс жасап жүрдім. Азанда мен жұмысқа шыққан кезде баламды садикке апарам таксимен. Еще мен ерекше балам ерекше сондай садикке апаратым таксимен, қайтып баламды садикке алып келіп, үйге келіп, тамақ, үйдің тіршілігі, бітпейтін тіршілік, еще сонымен отырып, осы компания беріп жатқан жаңағы тапсырмаларын орындаймын. Сонымен сөйтіп жүрген кезде не болды?
осы балама осы өнімдерді берейінші дедім. Сөйтіп өнімдерді бердім. Ол кезде балам 3 жасар, сөйлемейді, сөз ұқпайды, гиперактивді, енді ерекше балалардың сондай расстройство аутизма және синдром расстройства аутизма және СПР болады. 3 жасар бала памперс киеді. Сөйтіп 2021 жылы мен балама Северная Америка бердім, детский Америка ол кезде болған жоқ. Сөйтіп 4 ай қатарынан берген кезде балам бір күні каштықтан көтеріп келеді. Оқыды деді. Сөйтіп қуандым, соны мен өзімнің кейін айтып жүрдім. Уақыт өте келе бізге жаңа сабақтар беріле бастады. Сол кезде бізге TikTok клиенттік чат технологиясы және инстамагазина берді. TikTok маған жаныма жақын болды, сразу аштым. Күніне 3-5 видео салу керек деді. Ой, сол 3-5 видео бар, мен в течение дня жасадым. Әдемілеп киінем, шашымды дұрыстаймын, боянамын, үйді жинаймын. Бала ғана видео түсірді, шуламаңдар дейді. Мен балам сөз ұқпайды, шулайды, қайтадан видео түсіремін. Менде проблема болды. Білесің бе, не үшін мен 3-5 видео в течение дня түнімен түсірдім? Өйткені проблема синдром отличницы. Мен жаңа айттым, мен элитный мектепте жұмыс жасағанмен бізде так положено, өзімді көтеріп, әдемі болып жүру керек. Сол менде қалыптасып кеткен. Сөйтіп, сол синдром отличницада мен көп жұмыс айттым TikTok'a. Клиенттік чат это не мое дедім, сразу айттым. Уақытым жоқ, мен оны жұмыс жасайтын, никогда дедім. Ыңғайсыз маған дедім. Сөйтіп, Ахмет ханым айтты, бұл синдромнан құтылу керек, бұл болмайды деді. 3-5 видеоны в течение дня түсіру деген. Не сіз қашан жұмыс жасайсыз, қашан көтереді. Бізге өзіңіз сияқты қарапайым адамдар келу керек. Сіз өзіңіз үйде отырып жұмыс жасап табыс тауып көрсету керексіз халыққа. Аудиториямызға сіз соны көрсетіңіз. Шынайы екендігіңізді көрсетіңізші деді. И вы взлетете деді. Бұл синдромнан құтылмақ оңай болған жоқ. Но я боролась. Осы синдромнан отличница болудан мен жаңа айтқан видео шықпасам қайттан түсірдім. Және осы видеодан синдромнан құтылдым. Қалай құтылдым? Мен уже шашып жатқан үйімді де көрсете беремін. Потому что бала бар үйде, үйім обязательно шашылады. Балаларым сөйлеп жатса да уже көрсетпеймін. Боянбаймын да, халатпен, футболкамен уже сөйтіп түсіре бастадым. И менің TikTok парақшам менің шынайы, менің клиенттерімнің шынайы келбетімді көре бастағанда, менің видеоларым простой бола бастаған кезде, менің TikTok парақшам жүре бастады. Менің былайша айтқанда танымал аккаунтқа айнала бастады. Менің видеоларым рекомендацияға шыға бастады. Уақыт өте келе, енді бізге жаңа саған ол кезде бізде Кристар, 200, 500 дегенді мен білген жоқпын. Сөйтіп мен тек қана TikTokпен ғана жұмыс жасап отырдым. Ол жерде мен өзімнің таныстарыма, контактыдағы адамдарыма тек қана консультация жасаймын, сауалдар жасаймын, сөйтіп 1000 балды сөйтіп жауып отырдым. Енді TikTok парақшам менің жүріп жатқаннан кейін, клиенттер, заявкалар, заказдар келіп жатқаннан кейін, мен 1000 балды жауып отырғаннан кейін, маған бұл клиенттің бәрін бір ақпараттық базаға жинау керек. Бұл болмайды, шашқан жұмыс, единичный жұмыс деген болмайды дедім да. Маған клиент чат ыңғайсыз болды. Басында мен настарттың соңынан жаса деген бәрін жасадым, соңынан ердім настарттың. Именно клиент чат деген кезде мен жоқ, маған ыңғайсыз, неудобно, некомфортно істегім келмейді деп басында отказ берген, ал қазір соны мен мойындадым. Маған клиенттік ақпараттық базаға жинау керек. Мен сол сөйттім да, мен істедім. TikTok парақшамнан мен уже клиенттік чатқа адамдарды жинап ақпаратты түсіруге келе бастадым. Мен уже ол жерде уже акциялар, розыгрыштар, подарктар бере бастадым. Ол жерде мен клиенттердің клиенттік чатының не бар, порядок бар, артық информация жүрмейді, клиенттер отырады. 100-ден аса 160-170-ге дейін менде клиенттік чатта адамдар бар. Енді сол қазір клиенттік чаттың бәрін клиенттер сол жерге жинағаннан кейін мен өзім уже 2,5 мен 3600-ге дейін мен уже бал жасадым. Менде рост күшті болды. Сөйтіп уақыт өте келе мен ноябрь айында 8 ноябрьде мен жұмыстан шығамын деп шешім қабылдадым. Өйткені менің кішкентай
4 жасар балам, ол кезде ең туатын уход керек болды. Логопедке апару керек, психологқа апару керек. Одан кейін жаңағы аутизм орталығынан тастаймын, бассейнге апару керек. Мен балама уақыт бөлемін. Менің қолымда мощный, супер крутой бизнес бар. Мен еш нәрседен қорықпаймын. Маған ана зона комфортадан шығу керек. Ол жақта мен айлығым күшті, жұмысым тап-таза, квартальный премиям бар. Нағыз зона отдыхының өзі. Бірақ мен соқтан шығамын деп шешім қабылдап, бизнесім бар екенін білдім да, қорықпай мен жұмыстан шықтым. Декабрь, январь айында мен балама нейровишн бере бастадым. Сенесіздер ме? Нейровишн. Баламның беті берған. Нейровишн действительно работает. Нейровишн действительно такой супер продукт. Мен балам уже өзі тамақ ішеді, өзі жүреді, өзі ұйықтайды, өзі ана пульт алып берші деген түсінбейтін бала пульт алып келіп, аяқтан зат. Баламның беті берған, сенесіздер ме? 2 ай қатарынан мен нейровишн бердім. Нейровишн менің любимый супер продукт болды. Мен қазір бір нәрсе болса, клиенттер сұраса, мен сразу нейровишн ұсынамын. Действительно продукция работает. Ал қазір мен Витагермания беріп жатырмын. Енді осы TikTok'ты қостым, клиенттік чатты қостым, шешім қабылдадым. Енді менде заявкалар бар. Адамдар регистрация жасап жатыр. Плюс енді осылардың бәрін менде результат болып жатыр. Мен бұлардың бәрін не істедім? Мен алдында инста парақшамды іске қостым. Бәрі кезектесіп келе жатыр. Инстаграм аккаунтымды іске қостым. Осы жерде мен өзімнің қарапайым ана екенімді үйде отырған, ерекше баланы асырап, күнделікті уақыт жоқ негізінде. Ана күнделікті расписан менде. Логопед, психолог, бассейн, аутизм орталығы. Но несмотря на это, я развиваюсь осы жұмыста, осы бизнеста. Өзімнің бизнес қандай керемет, супер, крутой компанияда бизнес жасап жатқан инстаграмда көрсете бастаған елдер менен уже бизнес жайлы сұрай бастады. Бізде керемет бағдарламалар бар. Енді осы жерге мен айтатыным, біздің компанияда бір жақсы жері сіздің жасыңызға қарамайды, ұлтыңызға қарамайды, біліміңіз бар ма, жоқ па, қарамайды. Сіз әжесіз ба, жоқ студентсіз ба, қарамайды. Барлығы именно осы сетевой бизнес для всех барлығы жұмыс жасайды. Сондай осы жерге біздің командамыздың керемет, супер, мега, прям крутой партнерымыз үйде отырған апа, как Quickstart бағдарламасы бойынша ракета сияқты жылдам. Hoş geldinizler. Oranlarınız kabul olsun. Dileyen dilekleriniz, niyetleriniz Allah'ın kulağına şanlısın. Benim ismim Safseko Madina. Ben ana, ben jar, ben aje. Bu biznesden negizі мен 3 Avgust'ta 2021 yılı